Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен бірге өте дәмді кешкі астың рецептін дайындайтын боламын. Ең алдымен ұсақтап туралынған етті қызып тұрған майда жақсылап суы тартылғанша қуырып аламыз. Менде мында қойдың еті, сіздер жылқының немесе сиырдың етін қолдансаңыздар болады. Содан кейін суы тартылғаннан кейін үстіне пиязды салып, жақсылап қуырып аламыз. Бір қасық соя соусын құйып, тағы да араластырып, тағы да 2 минуттай орташа отта қуырамын. Ене ғана суды құямын да, бетін жауып 10 минуттай бұқтырып аламын. Байқасаңыздар, ешқандай тұз қосқан жоқпын, себебі ет менде тұздалынған. Енді ұсақтап туралынған болгар бұрышын салып, жақсылап тағы да қуырып, үлкен отта, жоғарғы отта қуырып аламын да, сосын орташа отта бетін жауып 5 минутқа бұқтырып қоямын. Гарнир ретінде қайнатылған картоп пюресін немесе осылайша күрішті қолдансаңыздар болады. Өте дәмді болып шығады, және де ең бастысы ешқандай ингредиенттер қосудың қажеті жоқ. 2 ғана ингредиенттен дайындалған біздің кешкі асымыз дайын болды. Сіздермен болған Гүлназ. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Келесі видеода кездескенше.